Кез келген уақытта тез дайын болатын тойымды астың рецептімен бөлісетін боламын. Видео қызық болса соңына дейін қарап, жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма подписация жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен піскен картопымызды жақсылап езіп алатын боламыз. Оның үстінен татымына қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстінен теркадан өткізілген сырымызды және де укропымызды салып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Дайын болған массамызды дәл видеодағыдай етіп, дөңгелектеп барлығын дайындап аласыздар. Менде барлығы 13 штук шықты. Енді оны шетке алып, қамырын дайындайтын боламыз. Суымыздың үстіне тұзымызды және сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Дайындап алған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қамырды ешқандай да қазір тындырудың қажеті жоқ. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде барлығы 13 штук болып шығады. Енді барлығын зубала жасап, сосын тындыруға қойып қоямыз. 5-10 минут тынған қамырымызды алып, дәл видеодағыдай етіп, қолдың көмегімен жайып аласыздар да, ортасына картоп пен сырдан дайындалған осы салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп, түйіп дайындап аласыздар. Барлығын дайындап алғаннан кейін, аздап қана ұнымызды тақтайымызды сеуіп, қолдың көмегімен не болмаса, осылай оқтаудың көмегімен тегістеп, барлық жерін бірдей етіп жайып аласыздар. Енді барлығын дайындап жайып алғаннан кейін, қызып тұрған табамызға аздап қана сары майымызды салып, дәл видеодағыдай етіп ертіп алғаннан кейін, үстінен жаңағы дайындап алған қамырымызды осылайша екі бетін салып, екі бетін қызартып пісіретін боламыз. Ісіп өзі беті кішкене томпиып ісіп шыққан кезде, осылай ортасынан пышақпен кішкене тесіп жіберіп, бетіне сары майды жағып жібересіздер де, осылай екі бетін қызарта отырып пісіретін боламыз. Осы видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер және жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай екі бетін қызарта отырып пісіріп алсыздар, өте дәмді болып шығады. Балаларым ешқандай да қалдырмай бір отырғаннан барлық отбасымызбен жеп қойдық. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің алдағы уақытта шығатын рецепттерімді жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма подписация жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.